Дальше кестедегі бастапқы кілт бола алатын өрістер дейді. Бұл сұрақ өте танымал, бар деректер базасына қатысты өте көп келеді. Мына жерде бастапқы кілт дегеніміз не деген сұрақ? Бастапқы кілт дегеніміз это любой уникальный элементтер. Это ID болуы мүмкін, олар өйткені қайталанбайды. Это in болуы мүмкін. Это номер удостоверения личности, личности своей. Это там паспорт деректері болуы мүмкін. Это телефон номері болуы мүмкін. И так далее. Короче, уникальный қайталанбайтын заттар. То есть мына заттардың барлығы бізде қайталанбайды. ID, IP емес ID. In тоже қайталанбайды. Номер удостоверения личности ешкімде қайталанбайды. Телефон ешкімде қайталанбайды. Өйткені, условно, сен Каспи перевод жасасаң, сен екі адамның біреусіне ақша түсірмейсің, иә, сен именно бір ғана адамға түсіресің деген сияқты. В итоге біз нені көре аламыз? Мына жерде ID деген бағам бар. Это менде бастапқы кілт болады. Және де телефон номері деген болады. Телефон номері тоже бастапқы кілт болады. Неге екені бұлар қайталанбайды. Оқушының аты жөні. Мысалға бізде Санжар деген аттар бірнешеу болуы мүмкін. Қазақстанда вообще Санжарлар өте көп, например, иә. 2006, 2007, 2008 дейтіндер, то есть практически барлықтарың сендер қазір 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и так далее, да, то есть бір жылда туылған адам миллиондаған адам. Абылайхан даңғылы, то есть мысалға сенің үйіндегі адамдар там 3-4 болуы мүмкін, олардың барлығы сол үйде тұрады, поэтому ол уникальный бөлім емес, иә. И сыныбы, мысалға сіздердің барлықтарыңыз 11-ші сынып оқисыздар, и так далее. Тоже ол бізде қайталанатын заттар. ID-лар қайталанбайды, телефон номерлары қайталанбайды. Сөйтіп біз ID-ді белгілейміз и телефон номерін белгілейміз.